Сәлем саған, сәрвәрім. Біз сен дүниеден озған соң 14 ғасырдан кейін өмірге келдік. Біздер сенің туыңның астында бас қосудан саған, сен жаққан алауды өшірмей, өз иесіне табыстауға асыққан жаңа дәуір жамағатымыз. Өзің көкжиекке қарап, сағына еске алатын бауырларыңның қатарынан болуға талпынған талапкерміз, Расулым. Сенімен Кәусар бұлақ қасында қауышуды арман еткен, саған лайық үммет атануға тырысып баққан шермендеміз. Я, біз сенімен жүздесе алмадық. Сенің мүбәрәк қолыңды алып, раушан аңқыған жұпар иісіңді иіскей алмадық. Сенің илляхи парасаттан нәр алған насихатыңды өз аузыңнан ести алмадық. Мынау жалған дүниеде сенімен бір дастарханнан дәм татып, бір мешітте намаз оқи алмадық, Расулым. Бірақ біз сені көреміз, көре аламыз, Расулым, көре аламыз. Бірлік туын биік ұстап, бір имамға ұйған жамағаттың намазынан, Алладан кешірім тілей тазаланып дәретін алған мүміннің ықыласынан, баласына мейірлене қараған ананың риясыз күлкісінен, ата-анасын аялап баққан перзенттің пәк көңілінен сені көреміз, сүйікті сардарым. Жетімнің басынан сипаған жанның жанарынан, бар байлығын бір Алланың жолына жұмсап, қиналғанның қарызын кешкен жомарттың талабынан, сендік саф рухтың лебес ет. Қанағатпен жайылған дастарханнан, адал маңдай термен келген ризықтан, орындалған уәдеден сенің жүрген жолыңды көреміз. Ақиқатты танимын деп көз майын тауысқан ғұламалардың том-том кітаптарынан, шәкіртіне тәлім тәрбие беруге асыққан өнегелі ұстаздан сенің пайым парасатыңның ұшқынын көреміз. Алыс берісін адал атқарған саудагерден, Тәңіріне сыйынып, төрелігін әділ айтқан қаздан сендік адалдық пен әділеттің жарқын үлгісін көреміз. Мұның бәрі де сен үйреткен тәлімнің, сен көрсеткен өнегенің сөнбеген шамшырағы деп білеміз. Дегенмен дидарыңның арай нұрына бөленуді қалаған жан үшін бұл да аздық етер. Аздық етерде Алланың ең сүйікті елшісін көруге асыққан көз, сезуге асыққан жүрек, тебіренбекке талпынған көңіл ғаламды шарлап шарқ ұра жөнелер. Періштелер жеті қат көктен алып түскен жаңбыр тамшыдан нәр алып жайқалған гүлден сендік нәзік болмысты сезінеміз. Арайлап атқан таңның жарқын сәулесінен сенің бейнеңнің шапақта шапақ шуағын көреміз. Жұлдызы жамыраған шексіз түнгі аспаннан сенің пейіліңнің кеңдігі көрінеді. Уа хақ нәбиім, уа ғаламның рахым нұры, біз сені осылай көре алдық. Айдай анық пайғамбарлық ақиқатыңа осылайша сен алдық. Аллахумма салли ғала Muhammadin wa ala ali Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem.